Теміртауда қаза тапқан металлургтердің денесі жер қойнына тапсырылды. Қала тұрғындары 4 адам ажал құшқан ArcelorMittal Теміртаудағы төтенше жайт турасында қандай ойда? Бұл оқиға өндіріс алпауытының іскерлігіне қалай әсер етеді? Келесі сюжетте. ArcelorMittal Теміртау металлургия зауытының аумағындағы цехтардың бірінде жұмыс істейтін жылу пешін бөлшектеу кезінде мұржа тұсының құлауы 10 маусымда орын алды. 40 жастағы Жәнібек Әбдірәсілов, 58 жастағы Сергей Дусаев, 51 жастағы Александр Мельник және 34 жастағы Бауыржан Қыдырханов қаза тапты. Я в трансе, конечно, что все это. Мұндай жағдай орын алғанына сенелар емеспін. Тағы да адам өлімі, тағы да жастар қайтыс болды. Көршімнің балалары болмаса да болашаққа үлкен жоспарлары бар еді. Цеха, которых мы работаем. Біз жұмыс жасап кеткен цехтар, олардың тозығы жетті. Егер қандайда бір құрылым салынса, оларға 30-40 жыл кепілдік береді. Бұл пеш, оның да белгілі бір мерзімі бар. Олар үнемдеп қалған секілді. Журналист Олег Кусеев Арселор басшылығы үнемдеп отырғанына қапалы. Ол өзі 7 жыл цехта жұмыс істеп, содан кейін компанияның Қазақстандағы жұмысын үнемі қадағалап отырады. 1995 жылдан бастап ArcelorMittal Теміртауда 120-дан астам адам қайтыс болды. Бірақ бірде-бір шетелдік топ-менеджер жазаланбады. Если посмотреть, на кого посадили. Егер сіз кімді отырғызғанын қарасаңыз, онда участке бастығы, бригадир, шебер бар. Бірақ ешбір жағдайда біздің азаматтарымыздың өміріне қауіп төндіріп, ақша үнемдейтін үністер емес. Я, олар барлық жерде үнемдеді. Бізде шахталарда не болып жатыр? Мен бір кездері олар газ анализаторын 20-шы жылы және 2021-де қайғылы оқиға болған кезде бірнеше миллион долларға сатып алу керек деп жаздым. Олар әлі сатып алған жоқ. Ақша бөлінді, бірақ газ анализаторын жеткізуге келісімшарт жасалмады. Компания басшылығы қауіпсіздікке 5 миллиард доллар салынғанын мәлімдеді. Бірақ индустрия министрлігі іс жүзінде 2 миллиардтан аз екенін анықтады. 2021 жылдың қаңтарында өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті құлаған цехқа адамдардың кіруіне тыйым салды. Осы уақытқа дейін ол жабық және қуатсыз тұрды. Неліктен 10 маусымда сол жерде адамдар болғанын қазір комиссия анықтап жатыр. ArcelorMittal Теміртау апат туралы түсініктеме бермеді. Сонымен қатар олар қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтып, оларға көмектесуге уәде берді. Мен отбасы мүшелеріне қайғырып көңіл айтамын. Біз отбасыларға қамқорлық жасаймыз. Бұл туралы алаңдамаңыздар. Маңдайынан терең жарақат алған 28 жастағы азамат Теміртаудың орталық ауруханасында ем алуда. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.